Өмірде үш адамнан жақсылық күтпе. Қызғаншақ адамнан сенің табысың мен бақытың оны қуантпайды, қайта күйіндіреді. Өзін үстем көретін адамнан ол сені төмен санап, шын ықылас танытпайды. Бір рет сатып кеткен адамнан ол тағы да сатуы мүмкін, сенімге лайық емес. Жақсылық жарық секілді, кімнен шықса да жарық сәулесін төгіп тұрады. Ал жамандық көлеңке тәрізді, кімнен шықса да соңынан қара түнек ілесіп жүреді. Адамның өмірдегі ең үлкен байлығы жасаған жақсылығы мен алған батасы, қалғанының бәрі өткінші. Жақсылықты жасырын жаса, сауапты даңғаза етпе, нағыз ізгілік үнсіз келеді. Бір тамшы жақсылық, бір теңіз жамандықтан артық. Себебі шын ниетпен жасалған бір ізгі іс адам жүрегінде мәңгі сақталады. Жақсылық ағаш еккенмен тең, бүгін егіп, ертең көлеңкесінде өзің де, өзгелер де дем алады. Адам баласына жасаған жақсылығың өзіңе қайта оралатын айналымдағы несібе. Бүгін болмаса, ертең алдыңнан шығады. Жақсылық жүректен шықса, жүрекке жетеді. Ал есеппен жасалған жақсылық мақтанның шапаны ғана. Жамандық бумеранг секілді. Біреуге лақтырған жамандығың уақыт өте өзіңе айналып соғады. Тек ол кезде кеш болуы мүмкін. Жамандық жасаған адам жеңдім де ойлайды. Ал шын мәнінде ол өзінің абыройын жоғалтып, жүрегіндегі иманын өшіріп жатыр. Адамның шын бейнесі оның жасаған жамандығынан көрінеді. Себебі жақсылықты кейде бәрі істейді, ал жамандық жүректің қарасын көрсетеді. Біреуге қазған орға түспеспін деп ойлама, себебі тағдыр әділ. Сен еккен зұлымдықтың жемісін ерте ме кеш пе өзің татасың. Жамандықты ақылмен жасыруға болады, бірақ ол жүрекке сіңсе, көзіңнен, сөзіңнен, ісіңнен бәрібір көрініп тұрады. Жамандық жасалған жерде әділдік тыныштық таба алмайды. Ал тыныштығы бұзылған қоғамда береке болмайды. Жамандыққа жауап бермеу әлсіздік емес парасаттылықтың белгісі. Себебі зұлымдықты зұлымдықпен тоқтату отқа от тастағанмен тең. Қызғаныш жүректі іштен кеміретін құрт тәрізді. Ол өзгенің жетістігін көрген сайын өршіп, өз иесінің жан тыныштығын жалмайды. Қызғаныш ақылдың тұманы, жүректің уы. Ол адамды әділетсіздікке, тіпті жақынына қастық қылуға итермелейді. Біреудің бақытына қызықпа, себебі сен оның қандай күреспен жеткенін білмейсің. Қызғанған сайын өзіңнің мүмкіндіктеріңнен алыстайсың. Қызғаныш сырттай үнсіз, бірақ іштей дауыл секілді. Ол өзгені күйдірмей тұрып, ең алдымен өз иесін өртейді. Адал еңбекпен емес, қызғанышпен өмір сүріп жүрген адам өз өмірін өз қолымен күйретіп жатқанын түсінбейді. Қызғаныштан туған сөз улы тікенек. Ол өзгеге батып, өзіңе қайғы болып қайтады. Нағыздан адам біреудің табысына қуана білетін жан. Ал қызғанышқа жол берген адам өзіне емес, өзгеге өмір сүріп жүрген бейбақ. Жақсылық жасау үшін бай болу шарт емес. Шын ниетпен таза жүрек жеткілікті. Бүгін жасаған бір жақсылығың ертеңгі күннің жарығына жол ашады. Жақсылық жасаудан ешқашан жалықпа. Себебі сен үшін ұсақ көрінген іс біреудің өмірін өзгертуі мүмкін. Жақсылық қайырымдылықтың үнсіз үні, жанның тектілігі, жүректің мейірімі. Кімге жақсылық жасасаң да, ең алдымен өзіңнің адамдық бейнеңе абырой қоса бересің. Жақсылық жасаудан ұялма, себебі ол
өзіңе жасаған ең үлкен инвестиция. Әр күнді бір жақсылықпен баста, сонда өмірің бақытқа толы болады. Жылы сөзбен жылы қабақ, ақысыз берілетін, бірақ баға жетпес сый. Өмір саған берілген бір сәттік сыйлық. Оны өкінішпен емес, шүкірлікпен өткіз. Көп нәрсені білген сайын, көп нәрсеге күмәнданасың. Надан ғана бәріне сенімді. Біреуді түзеткің келсе, алдымен өзіңді түзе. Сенің дінің сенің жүрегіңде, ал істегенің шынайы иманың. Адамдар сені түсінбесе, қайғырма. Олар өзінде түсінбей жүр. Ашу ақымақтың қаруы, сабыр ақылдылардың қорғаны. Өмір күрес емес, өмір ләззат. Оны ауыр ойлармен емес, жарық сезімдермен сүр. Өткенге өкінбе, ол қайтып келмейді. Болашағыңды уайымдама, ол бола қойған жоқ. Бүгінгі күніңді бағала, шынайы өмір сонда. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.